Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кабачкидан осындай рулеттер немесе чощин языкты өте әдемі етіп жасалу жолымен бөлісетін боламын. Осылай сап-сары болып, қытырлап өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Холодный закусканың жанына немесе осылай қонақ келгенде өзін салып ұсынсаңыз да өте керемет болып шығады. Ол үшін осылайша кабачкимізді алып, екі жағын кесіп алып тастайтын боламыз. Жақсылап жуып аламыз. Мен бүгін осындай екі штук кабачкидан жасайтын боламын. Және де үкіштің осындай бөлігінен өткізіп алсаңыздар, барлығы бір келкі жіп-жіңішке әдемі болып шығатын болады. Немесе пышақпен кесіп алсаңыздар да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Құрметті көрермен, видеоларым ұнап жатса, әрі пайдалы болып жатса, подписаться батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де тегін лайктарыңызды аямай баса отырыңыздар. Және де менде осындай кішкене ғана кабачки қалған. Оны да өте ерекше әдем болып көрініп тұру үшін осылай домалақ етіп пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Немесе жаңағы үкіштен өткізіп алсақ та болады. Кабачкиларды осылайша қалауыңызша ұзынша етіп рулет етіп жасасақ та, немесе домалақ етіп жасасақ та болады. Және де бізге осындай панировочный сухари керек болады. Қыздар, осы видеода көріп тұрғандарыңыздай сары түрін алсаңыздар өте әдемі болып шығады. Килограмдық осындай түрін алуды ұсынамын. Және де бір жұмыртқаны осылайша араластырып аламыз. Келесі кезекте кабачкидің бір жақ бөлігін, бір жақ бетін жұмыртқаға, содан соң жаңағы панировочный сухариға жақсылап батырып, барлық жеріне жеткілікті етіп жағып аламыз. Содан соң арнайы жаңағы формамызға салып, печкаға 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп алатын боламыз. Егерде пешіңіз қатты қызатын болса, 180 градуста 15 минут пісірсеңіз де жеткілікті. Қыздар, егерде кабачкидің сізге жаңағы духовкада пеште піскен түрі ұнамаса, газге майға қуырсаңыздар да өте дәмді, өте әдем болып шығады. Жаңағы домалақ етіп кескен түрінде осылайша бір жақ бетін жұмыртқаға аунатып, және де панировочный сухариға аунатып, осылайынан қойып шығатын боламыз. Мінекей қыздар, дайын болған кабачкиларды 180 градуста 15-20 минут пісіріп алатын боламыз. Әзірге соусын дайындайтын боламыз. Мен бүгін өте қарапайым соустан жасаймын. Майонез бен чеснокты араластырып, чеснокты алдымен жақсылап майдалап турап аламыз, немесе үкіштен өткізіп алатын боламыз. Қыздар, егерде қаласаңыз, арасына творожный сыр немесе осы соустың үстінен укроп араластырып жіберсеңіз де болады. Мен укропты арасына сәндік үшін қосатын боламын. Соусқа тек қана майонез бен чеснокты араластырып жасайтын боламын. Келесі біз мінекей қыздар, осылай укропты жақсылап жуып, ортасынан бөліп қоямыз. Және де қызанақтарымызды да 4-ке немесе 6 бөлікке бөліп аламыз. Егер қатты үлкен болса, 6 бөлікке бөліп шығамыз. Мінекей қыздар, осымен біздің кабачкиміз пісіп шықты. Мен 15 минут ұстадым 180 градуста. Келесі кезекте кабачкимізді аламыз. Қыздар, міне видеода көрсетілгендей, арасына көбірек етіп жақсаңыздар өте дәмді болып шығады. Көбірек етіп соусымызды жағамыз, және де помидорды, содан соң укропты салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай жақсылап орап шығамыз. Қыздар, егерде қаласаңыз, арасына сәндік үшін лист салата қоссаңыздар да өте әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Барлық рулеттерімізді орап болғаннан соң, жаңағы домалақ етіп кесіп қойған кабачкиларымызға арнайлап осылай қызанақты да домалақ етіп кесіп алатын боламыз. Және де тағы да кабачкиді аламыз, үстіне соусты жағамыз, содан соң қызанағымызды қойып, үстінен тағы да кішкене соус жағып, екінші рет тағы да кабачки қойып шығатын боламыз. Бұл тәсілде өте әдемі болып көрінеді. Осылай да араластырып жасап көріңіздер. Мінекей қыздар, осылайша тез арада өте тез дайын болатын біздің рулеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Панировочный сухаридің міндетті түрде осындай сары түрін алсаңыздар, өте керемет болып шығады. Мерекелік дастарханыңызға сән беріп тұрары сөзсіз. Құрметті көрермен, видеоларымды соңына дейін қарап, мені қолдағандарыңызға көп-көп рахмет.
тегін лайктарыңызды аямай басып пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар.